Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай ұйымдастырылған ғылыми жоба жеңімпаздары марапатталды. Қоғамдық келісім және жалпыұлттық бірлікті нығайтудағы елбасының тарихи үлесі тақырыбында өткен сайыста 8 қатысушы бақ сынады. Ақбота Кеңеспек осы конкурстағы ең жас қатысушы. Өзі Мәншік Мәметов атындағы Қызылорда педагогикалық жоғары колледжінің 2-ші курс студенті. Байқау жарияланған бойда белсенділік танытып, ғылыми жобасын қорғады. Нәтижесінде үздік жоба номинациясын иеленді. Талапты студенттің ғылыми жетекшісі әрі ұстазы Гүлшара Башарова. Ғылыми жобада қорғаған тақырыбым елбасы жаһандық тұрақтылық пен татулықтың дәнекері тақырыбында. Бұл тақырыпта мен ең алдымен елбасының қазақ еліне алып келген тәуелсіздігі туралы және осы еліміздегі ядролық қаруларды жою және еліміздегі ахуалдарды елбасының қалай шешкендігі туралы осы жобамда айтылған. Жобаның қорытындысы шығып, үздік жоба ретінде менің жобам танылып отыр. Ұйымдастырушыларға алғыс айтамын. Ал колледж оқытушысы Айнұр Махамбет Абдиеваның жұмысы ең үздік жоба номинациясына лайық деп танылды. Республика көлемінде осы этносаясатты, елбасының еңбегі, этносаясаттағы көптеген тың идеялар осы 30 жылда атқарылған жұмыстардың, осы жеткен жетістіктер тың идеялардың осы өңірлік кезеңіне байланысты жобалардың жәрмеңкесі өтіп отыр. Бұл яғни республика көлеміне баратын үздік жобаны таңдап алу мақсатында ұйымдастырылып отыр. Біздің өңірімізден үздік деген 8 жоба конкурстық комиссияға ұсынылып, соның 2 үздігі республикаға қазіргі таңда комиссияның шешіміне сәйкес жолданып отыр. Айта кеткен жөн, қос жеңімпаз енді республикалық байқауда бақ сынайды. Жауапты конкурс тамыз айында өтпек. Жалпы байқаудың мақсаты этносаясатты жетілдіру бойынша жаңа идеяларды іздеу және елбасының жалпыұлттық бірлікті нығайтудағы тарихи үлесін тану. Еламан Жаматов, Талғат Әлменов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.